Бәріне үлкен сәлем. Сенем бірге тағы да мен Бақытжанова Әйгерім. Мен наконец-то көп уақыт өткеннен кейін өзімнің каналыма қайтадан оралуды шештім. Енді каналымды тастамай қолға аламын, нем жүргізіп отырамын деген ойдамын. Надеюсь. Қазір енді ешқандай дайындықсыз, просто алдым да түсіріп бастап кеттім. Мен тоқтатып қойған уақыттан бастап менің өмірімде көп нәрсе өзгерді. Жан дүнием, айналам, араласатын адамдарым, сеністарым, барлығы өзгерді десем болады. Өмірімде көптеген оқиғалар орын алды. Приятныйлар да бар, неприятныйлар да бар, тарихи событиялар өтті. Митинг туралы айтып кеттім, отсылка. Қазір сағат түнгі 10:30. Мен влог түсіруді бастадым. Өте жақсы идея, конечно, 10:30-да өмірімде қазір осы бір нәрселер болып кетеді деп айта алмаймын. Пока что осы. Влогты ары қарай көріңіздер. Бәріне қайырлы таң. Мен енді ұйқыдан тұрмын, сағат 9:30. Бүгін воскресенье, выходной. Бірақ бүгін группаластармен ертеңгі сессияға дайындауға жиналуымыз мүмкін. Ал мен бүгін қыдырғым келген. Бірақ сессия маңыздырақ. Су қойып қойдым. Мен түрме мән бермеңіздер. Таңертең мен өше бояусыз және ісіп тұр, өте қатты ісіп тұр бетім. Ісікті кетіру үшін маған маска және массаж жасайтын боламыз. Мынадай тоникті жағамын. Мен мұны фикс прайстан алдым. Қымбат емес. Және отзывтар да жақсы. Заодно біз қойған чайниктің дауысын ести аласыздар. Ендігі кезекте маска. Өз қызметін жақсылап көрсетсін деймін. Менде су қайнады. Қазір бірге завтрак дайындайтын боламыз маған. Мен міне жақсы көретін готовая овсянка. Мен всегда ассортирую. Себебі қандай вкус шығатыны өзімде көп болу үшін. Уже шығып кетті. Одан соң 1-2-3 минутқа бетін жауып қоямын. Чай ішпегеніме де біраз болды. Бүгін чай ішкім келіп тұр. Опять же лимонмен. Бананмен жейтін боламын овсянканы. Мен сырды өте қатты жақсы көремін. Өте қатты білемін. Барлық нәрсенің сыры бар нәрселердің барлығын обожаю. Осы еру үшін мен бұны үстіне салам. Менің овсянкам. И чай. Маған аз болсын. Кім тамақ жей келе жатыр, соларға да аз болсын. Мен уже тамағымды жеп болдым. Завтракымды ішіп болдым. Қазір кішкене өзімді ретке келтіріп, уходымды жалғастырып боянамын. Сессияға дайындық бізде вроде бы кешке басталады. Ал оған дейін мен шашымды боятқым келіп тұр. Крем жаққан кезде ешқашан төменге қарай жақпаңдар. Тек жоғарыға қарай істеген движениемен жағыңдар. Салбыраудың алдын алады, ерте салбыраудан. Ал наоборот төменге қарай істесеңдер, ерте салбырап кетеді бет. Әжімді ерте пайда болады. Вот так вот мен каждый раз бірдеңе алғым келетін кезде мына жерден қопарып чемодандар осылай жатқызып ашумен төлеген. Себебі бізге әлі шығып беріледі.
Ой. Ничего какой-то. Мой look of the day. Как вам? Нормальные люди только пс-пс-тете, а мен шомлам деп білем. Потому что мен өзім иісін сезіп жүрмесем, өз-өзіме сезінбесем, как будто менде духи жоқ секілді сезінемін. И еще выполняем образ с кепкой, потому что менің шашым май. Чет. Ну вот. Кеттік. Зацените мои носки. Я слишком крут. Именно ботинками. Мен қазір Горки паркте жүрмін. Маршрутым мен пландарын өзгеріп кетті. Церковь. Мен жаңағы видеода Горки парк деппін. Горки емес, негізі Панфилов парк. Горкиге барам деп ойладым, бірақ Панфиловқа кетіп қалдым. Я купила мороженое. Сағат 3-те сессияға дайындауға барамыз. Оған дейін есі болды. Просто мына сұлулыққа қараңыздар. Қандай әдемі. Наушникпен музыка тағып алып, музыка қосып алып. Панфиловтың сұлулығына тоймайды. Мен базардамын. Қазір бір бокал іздеп жүрмін. Бірақ әлі таппадым. Мен үйге келдім уже. Қазір не алғанымды көрсетейін. Бағана айтқан бокалымды таптым. Көптен бері іздеп қалап жүрген едім. Іздеген жоқпын, қалап жүрдім. Алым керек деп. Бүгін сәлі түсіп кеткен. Алиэкспрестен заказ бергім келіп, ол жақта арзанға табуға болады, бірақ ұзақ күту керек. Міне. Енді суши келді, оның үстіне двойной. Тек бұл ғана емес. Мен осы бір жаққа шықсам, вообще незапланированная покупка деп қалады. Және мынадай резиновый шлепка алдым. Киюге душқа түскенде осы. Қазір маған душқа түсу керек. Сосын қайтадан боянып, шығып кету керек группаласым үйіне. Сессияға дайындаламыз. Одан алдын тамақ жеп алсам ба, жемесем ба деп ойланып тұрмын. Бірақ кажется, ол жаққа барып суши заказ беретін сияқтымыз, сол себепті жемей қоямын. Шашымның состояниесі ужасно. Мен ойлаған ғой, салонға барып, боятып, жуып, укладка жасап шығамын деп. Бірақ жоқ. Белгілі бір себептермен оны басқа күнге ауыстыратын болдым. Ол планымда. Оның үстіне шашымды қидырудан да айнып қалдым. Қидырмаймын. Осы линасын қалдырамын. Или все-таки қидырам ба? Білмеймін. Каре маған жараса ма, жараспай ма? Мен бокалымды жуып келдім. Гелмен жақсылап. Қазір су ішемін. Ең алғашқы осы бокалмен ішкен суымды түсірейін деп шештім. Бізде хлордың дәмі шығатын болғандықтан суды сатып аламыз.
су көп ішіңіздер. Тесік бар ма, кальцинаттар бар ма? 20 диаметр 20. Значит, головка лежит над входом в малый таз. А если на шутке не смыкается, значит, головка прижата к входу в малый таз. Немене деді? Так, қол Бірдеңе айтып еді ғой. қолың бір-біріне онда малый тазға әлі кірмеген. Сағат уже түнгі 10:30. Мен үйге енді қайтып бара жатырмын. Қазір сессияға тағы дайындалуым керек. Міне тез алып алдым, чтобы ұйықтап қалмас үшін. Наконец-то үйге келдім. Моя комната. Где-то я. Бүгінге осымен мен блогымды аяқтағым келіп тұр. Ертең менде тоже насыщенный. Келесі блогтарда да кездесеміз деп үміттенемін. Көріп тамашалағыңа рахмет. Надеюсь, қызық болды деп ойлаймын. Сау бол. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Маған қолдау көрсет. Болашақта өзімді үлкен жетістіктер, табыстар күтіп тұрғанын білемін. Соған бірге жетейік.